Өмір бойында тату-тәтті өмір сүрген ағалы інілінің кішісі бір күні әйелінің сөзіне еріп, ағасына қатты сөз айтып ренжітіп, екінші араласпайтындай дәрежеге жетіп, екеуі екі жаққа кетеді. Інісі үйінде жатып ұзақ ойланады. Неге мен кеше ғана келе салған әйелімнің сөзіне еріп, өмір бойы мені баққан әкемнің орнына әке, анамның орнына ана болып, жоғары оқуда оқытқызып, қатарымнан кем қылмай, үйлендіріп, үйлі етіп осы күнге дейін жеткізген ағама сөз қайтаруым керек. Неге мен араласпай кетуім керек? Жоқ, мұным жарамас деген шешімге келеді дағына. Осы ойын өзінің әйеліне айтып, үшінші күн дегенде әйелін шақырып, сен біздің бауырлар арасында татулықты бұзуға қақың жоқ. Егер осы әулетте өнемін, өсемін, балаларымның қызығын көремін дейтін болсаң, біздің татулығымызды біріктіруін керек деп өз ойын әйеліне айтып жеткізіп, сен бүгін дастарханыңды жаса, мен ағамды шақырып татуласатын боламын деп, өзінің үлкен ұлын сол ауылда тұратын ағасына жай шақырса келмейді деп ойлап, әкемнің мазасы болмай жатыр деп жүгіртіп жібереді. Інісінің мазасы болмай жатқанын естіген ағасы барлық өкпе ренішін ұмытып алдына жүгіріп келген кезде інісі алдынан шығып, құшақтап, алдында тізелеп отырып, кешіріңізші ағатай, мен сияқты бейбақты мен жаңылыстым деген кезде ағасы інісінің сау екенін, аман екенін көріп, бауырына басып құшақтап, мен сені өзіңді келеді деп күтіп жүрдім, осы күнге дейін айыбын біліп кешірім сұрайтын шығар деген кезде інісі, иә аға, мен білдім, барғым келді, бірақ есіңізде ме, әкем баяғыда қайсың бірінші кешірім сұрасаңдар, соның да сауап көбірек болады деуші еді ғой. Сондықтан мен жаспын, әлі сауап жинап үлгеремін, сіздің сауабыңыз көп болсын деп өзіңізді күттім деген уақытта ағасы жылап, ағалы інілі сол жерде татуласып, інісі бұдан кейін қандай жағдай болса да ешқашан ағасына сөз қайтармауға, ағасына ренішпеуге уәдесін беріп, келініңіз бүгін өз айыбын түсініп, сізді шақырып, дастархан жасап күтіп отыр деп айтып, үлкен дастарханға барып, екі ағалы інілі тату-тәтті өмір сүрген екен. Осындай бауырларымыз көп болсын.